Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 30 минутта дайын болатын жеңіл медовик рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен біз балды плитада ысытамыз. Көпіріп бастаған кезде соданы қосамын, 1 шай қасық. Сол кезде ол 2 есе ұлғайып, түсін өзгертіп, осылай қатты көпіре бастайды. Сол кезде мен отты кішкене ақырындатамын. Және осылайша араластыра отырып пісіремін. Неге ол түсін өзгерте бастады. Бірнеше минуттай осылай пісіре тұрамын. Сөйтіп осындай менде қоңыр түсті бірнеше есе ұлғайған пенка тәріздес масса пайда болды. Енді осыған мен сары майды қосам. Сары май менде үйдегі немесе 82%-дан кем емес сары май болу қажет. Оны жақсылап тұрып араластырамын, бір қалыпты жағдайға шейін. Енді жұмыртқаларды мен миксермен шайқап аламын. Қантты мен бірнеше этаппен қосып, миксердің жылдамдығын ұлғайта отырып, жұмыртқаларды шайқаймын. Мінекей біздің жұмыртқаларымыз ақ түсті болды және массасы 2 есе ұлғайды. Осындай болу қажет. Енді осыған мен толық суыған міндетті түрде бал мен майдың массасын қосамын. Біздің жұмыртқаларымыз пісіп қалмас үшін суыған болу қажет. Және де осылай қоса отырып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамын. Массамызды қосып болдық. Енді бір қалыпты күйге шейін араластырам. Араластырып болдық. Осындай болып шығады. Енді осыған мен ұн қосамын. Ұнды иілгіштен міндетті түрде өткізіп аламын. Ұнды ақырындап бөлшектеп қосу қажет. Араластырып, содан соң өзіңіздің қамырыңыздың консистенциясына қарайсыз. Ол ұнның түрлі болуына байланысты. Сол себепті бірден қоспаңыз барлығын. Яғни ұн кейде көбірек, кейде азырақ кетеді. Қамырымыз осындай консистенцияда болу қажет. Қараңыздар қандай әдемі карамельді түсті қамыр шықты. Противенге пергамент қағазын төсеп, қамырды саламын. Қамырды 2-ге бөліп, осыған жартысын саламын. Қамырды лопаточкамен жуандығы 0,5 см етіп, пергамент үстіне жаямын. Бір қалыпты етіп созып алам. Неге осылайша мен оны жайдым. Енді оны алдын ала 180 градусқа жылытылған пешке 5-7 минутқа қоямын. Медовиктің кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін 30 немесе 20% қаймаққа мен қант пудрасын қосамын. Және де жақсылап тұрып араластырамын. Қаймақтың өзі қышқылдау дәм береді. Егер тәттірек болғанды қаласаңыз, өзіңіз дәміңізге қарай көбірек қантты қосуға болады. Корждарымыз пісіп болды. 5-7 минутта піседі олар. Оларды бірінің үстіне бірін қойып, бірдей етіп кесемін. Мынау қалған қамырларды әшекейлеу үшін қолданатын боламыз. Корждарды мен 2-ге бөлемін. Сөйтіп бізде 4 корж пайда болады.
Біздің медовик үлкен емес болып шығады. Егер көбірек жасағыңыз келсе, онда барлық ингредиенттерді 2 есе ұлғайтып, үлкен медовик жасайсыз. Қазір медовикті жинаймыз. Ол үшін мен крем жағам. Бұл қаймақты крем тез дайындалады. Сонымен қатар сіз қайнатылған, яғни заварной кремді қолдансаңыздар да болады. Онымен де өте дәмді болып шығады. Кремді мен жақсылап жағамын. Оны өзіңіз 4-ке бөліп қарайсыз. Крем 4 қорға жету қажет. Медовиктің бүйір жағына да крем жағамын. Қамырдың осындай қалған бөлшектерін қолмен немесе блендермен үгітіп алуға болады. Және бұл қамырмен медовиктің үстін жан-жағын әшекейлейсіз. Медовигіміз дайын болды. Ол бірден жұмсақ болады. Неге қараңыздар, өте керемет, үлпілдек болып шықты. Дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте тез әрі жеңіл дайындалады. 30 минутта медовик дайын болып шығады. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.